Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың жаратылыстану пәні. 21-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қыстан кейін неліктен көктем шығады. Бүгінгі сабақта сендер күн мен түннің, жыл мезгілдерінің неліктен ауысатын білетін боласыңдар. Тірек сөзіміз жыл мезгілдері. Бірінші тапсырма. Мына суреттерге ортақ нәрсені тап. Суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде құм сағат, күн, күндізгі оқушылардың жүрген сәті, ұйықтап жатқан кешкі уақыттағы баланың суреті. Енді бұл суреттерге ортақ жыл мезгілдері. Жыл мезгілдері туралы мына бейнероликке назар аударайық. Ай мектеп. Алан аға, далаға шығып ойнайықшы. Болмайды, қар жауып тұр, ауырып қаласың. Шіркін, далада ылғи жаз болып тұрса ғой. Онда саған экватор маңына көшу керек. Қойыңызшы, жер бетінде қыс болмайтын жер бар ма? Экватор деген қай жер? Экватор деген жерді теңдей екі жартыға, яғни оңтүстік және солтүстік жартышарға бөліп тұрған сызық. Сонда экваторда мәңгілік жаз болып тұра ма? Экваторға жақын аймақтарда 2 жыл мезгілі болады. Ұзаққа созылған құрғақ ауа райынан кейін жаңбыр маусымы басталады. Қалайша, бір жылда 4 мезгіл болады емес пе? Дана, жердің пішіні қандай? Шар тәрізді. Дұрыс, жердің өз білігінен айналатынын білесің ғой. Иә, жер өз білігінен айналғанда күн мен түн ауысады. Егер жер өз білігінен айналмаса, онда жердің бір жағында мәңгі жарық болып, қатты ысып кетер еді. Ал екінші жағында мәңгі түн болып, қатты суып кетер еді. Дұрыс, жер өз білігінен айнала отырып, күнді де айналады. Иә. Жердің күнді айналып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Ал жер күнді толық бір рет айналып шығуына кеткен уақыт жыл деп аталады. Бір жылда 365 күн бар. Мұның жыл мезгілдерінің ауысуына қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Жер күнді айналуының арқасында жыл мезгілдер ауысады. Түсіндім. Жер күнді айналып жүргенде, күнге жақынырақ кетсе, онда жаз болады. Егер күннен алыстау кетсе, онда қыс болады. Жоқ, қателесесің, Дана. Жердің күнге жақындап алыстауының жыл мезгілдеріне еш қатысы жоқ. Онда жердің күнді айналуы жыл мезгілдеріне қалай әсер етеді? Жердің білігі орбита жазықтығында көлбеу орналасқан. Бұлай көлбеу тұруы жыл бойы сақталады. Сондықтан да күн сәулесі жердің бетіне біркелкі түспейді. Иә, жердің мына аймағына әрдайым түсіп тұр ғой. Дұрыс байқадың, бұл жердің солтүстік полюсы, ал мынау оңтүстік полюсы. Яғни жер күнге жарты жыл бойы оңтүстік полюсімен, ал жарты жыл бойы солтүстік полюсы жағымен қарап қозғалады. Түсінікті, қай жағымен қарап қозғалса, сол жағында жаз болады ғой. Дұрыс, себебі ол жағына күн сәулесі тік және көп түседі. Ал қай жағында күн сәулесі көлбеу және аз түссе, сол жағында қыс болады. Міне, солтүстік полюс күнге қарап тұрған кезінде, экватордың солтүстік жағындағы елдерде жаз, ал экватордың оңтүстік жағындағы елдерде қыс болады. Түсінікті. Тағы қай жерлерде қандай жыл мезгілдері болады? Арктика мен Антарктидада 2 жыл мезгілі ғана болады. Жаз және қыс. Ол жерде күн мен түннің ауысуы болмайды. Қыста үнемі қараңғы, күн шықпайды. Ал жаз бойы
күн батпайды. Қызық екен. Мен ондай жақта тұрғым келмейді. Қыс мезгілі болатын, күн мен түн ауысып тұратын жақта тұрғанымыз қандай жақсы болды. Қайталайық. Жыл мезгілдері. Экватор жерді теңдей екі жарты шарға, яғни оңтүстік пен солтүстік жарты шарға бөліп тұратын сызық. Экваторға жақын аймақтарда екі жыл мезгілі болады. Олар жаз және қыс. Ұзаққа созылған құрғақ ауа райынан кейін жаңбыр маусымы басталады. Жер өз білігінен айнала отырып, күнді де айналады. Жердің күнді айналып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Жер күнді толық бір рет айналып шығуына кеткен уақыт жыл деп аталады. Бір жылда 365 күн бар. Мынау жердің солтүстік полюсы. Мынау оңтүстік полюсы. Жер күнге жарты жыл бойы оңтүстік полюсімен, жарты жыл бойы солтүстік полюсі жағымен қарап қозғалады. Күн сәулесі тік және көп түскен жағында жаз, керісінше көлбеу және аз түскен жағында қыс болады. Арктика мен Антарктидада 2 жыл мезгілі болады. Олар жаз және қыс. Ол жерлерде күн мен түннің ауысуы болмайды. Қыс бойы қараңғы, жаз бойы жарық болады. Уақыт өлшемін анықтауға күн, ай және жұлдыздарға бақылау жүргізу көп көмегін тигізді. Ежелгі адамдар күн мен түннің, күз бен қыстың алмасатынын байқады. Осылайша алғашқы уақыт бірліктері тәулік, ай, жыл пайда болды. Аспан денелерін бақылау арқылы адамдар күн мен түн, жыл мезгілдерін анықтады. Теллурий жердің қозғалысын көрсететін аспап. Жыл дегеніміз жер күнді толық бір айналым жасауға кеткен уақыт аралығы. Күнтізбе дегеніміз кезеңдерге бөлінген уақыт аралығын есептеу жүйесі. Олар жыл, ай, апта, күндер. 5-ші тапсырма. Бір жыл, бір ай, бір аптада неше күн болатын есіңе түсір. Күнтізбелікті пайдаланайық. Күнтізбелік жыл қашан басталады? 1-ші қаңтарда. Оқу жылының қашан аяқталатынын анықтайық. 25-ші мамыр. Елімізде наурыз мерекесі қашан тойланады? 22-ші наурыз. Туған күніңді қашан атап өтетініңді анықта. 6-ші тапсырма. Суреттерді пайдаланып қанша уақыт өткенін болжа. 1-ші суретке назар аударатын болсақ, бұл жерде күз мезгілі және қыс мезгілі. Бұл жерде айлар өткен. 2-ші суретке назар аударатын болсақ, кеш және де таңертең. Бұл жерде тәулік өткен. Сен білесің бе? Ақпан қыстың соңғы айы. Ақпан сөзі ақ ықпан, яғни ақтүтек боран сөзінен шыққан. Ақпан қарлы боран жиі соғатын ай. Ақпан ең қысқа ай. Бұл айда 28 не 29 күн бар. Күнтізбеге 4 жылда бір рет 366 күн қосылады. Бұл жердің күнді 365 күн 6 сағат шамасында айнала қозғалуына байланысты. 4 жыл ішінде бір тәуліктің сағаты жиналады. Бұл күн 29 ақпан болып, ал жыл кібісе жыл деп аталады. Үйге тапсырма. Үстелдің үстіне қоятын күнтізбе жаса және сұрақтарға жауап беріп келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.